Әлихан Бөкейханның мемлекетке қызмет ету, мінезден деген тұжырымы ұлттық дамудың іргелі қағидасын айқындайды. Бұл ой мемлекеттің қуаты ең алдымен азаматтың ішкі болмысына, яғни мінезіне, тарихи жадына және өзін өзі тануына тікелей байланысты екенін көрсетеді. Мінез туа біткен қасиет қана емес, тарихи тәжірибе арқылы қалыптасатын әлеуметтік құбылыс. Адамның өзін өзі құрметтеуі өткеніне, жетістіктеріне және ұрпақтар сабақтастығына сүйенгенде ғана орнығады. Осы тұрғыдан алғанда, бабамның қолынан келген іс менің де қолымнан келеді деген ұстаным тарихи сананың негізгі тетігі. Қазақ халқының этникалық және саяси қалыптасуында Шыңғыс Қаған дәуірі мен оның әулетінің рөлі айрықша. 13-14 ғасырларда Еуразия кеңістігінде құрылған ірі саяси құрылымдар тек әскери күшке ғана емес, басқару жүйесіне, тәртіпке, заңға және ортақ идеяға сүйенді. Бұл тәжірибе қазақ руларының саяси мәдениетіне де тікелей ықпал етті. 1847 жылдан бастап Ресей империясының, кейін КСР-ның құрамына ену қазақ қоғамының тарихи санасына елеулі әсер етті. Отарлық басқару жүйесі ұлттық өткенге, әсіресе Шыңғыс Қаған дәуіріне қатысты зерттеулерді шектеді. 10 ғасырдың алғашқы ширегінде Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Абай Құнанбайұлы сияқты ойшылдар бұл үдерістің зардаптарын өз еңбектерінде жанама түрде көрсетті. 1917 және 1930 жылдар аралығындағы саяси қуғын-сүргін ұлттық интеллигенцияны жою арқылы тарихи сабақтастықты үзуге бағытталды. Соның нәтижесінде халықтың тарихи жады әлсіреп, өзіндік саяси мәдени бағдарынан ажырай бастады. Тарих кездейсоқ деректер жиынтығы емес, мемлекеттілік пен идеологияны қалыптастыратын білім саласы. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, ірі өркениеттер өз мұрағаттарын қатаң бақылауда ұстайды. Үнді, Қытай, Парсы, Ватикан, Византия мұрағаттарының жабық болуы тарихтың саяси маңызын дәлелдейді. Бұл құбылыс тарихтың тек өткенді тану емес, қазіргі және болашақ идеологиялық бағдарды айқындайтын күш екенін көрсетеді. Сол себепті көшпелі өркениеттерге, соның ішінде түркі дүниесіне және Шыңғыс Қаған қағандығына қатысты деректердің шектеулі айналымда болуы заңды құбылыс ретінде қарастырылады. Қазіргі өркениетте ғылымның екі негізгі бағыты айқын байқалады. Материалдық дүниеге бағытталған қолданбалы ғылым, адам рухын, моральдық болмысын қалыптастыратын рухани илімдер. Соңғы 2 ғасырда бірінші бағыт басындық алып, екіншісі екінші кезекке ысырылды. Нәтижесінде техникалық тұрғыдан дамыған, бірақ рухани тұрғыдан әлсіреген қоғам қалыптасты. Ал дәстүрлі ілімдерде отбасы, тәрбие, адамгершілік, жомарттық, жауапкершілік, адамды тұлға ретінде қалыптастыру басты мақсат болды. Техникалық прогресс өмір сүру құралдарын өзгертті, бірақ адам болмысының мәнін өзгерте алған жоқ. 1000 жыл бұрынғы қақтығыс себептері мен бүгінгі әлеуметтік жанжалдардың түпкі негізі ұқсас. Бұл тарихтың циклдік сипатын және адам табиғатының тұрақтылығын көрсетеді. Қорытындылай келгенде, егер қазақ қоғамы өзін Шыңғыс Қаған дәуірінде қалыптасқан саяси өркениеттік кеңістіктің заңды мұрагері ретінде таныса, онда ұлттық мінез де соған сай қалыптасуы тиіс. Жауапкершілікке негізделген, тәртіпті, айбарлы әрі әділетке ұмтылған мінез. Тарихи білім өткенді мадақтау құралы емес, қазіргі әлеуметтік дерттерді, жемқорлық, рухани әлсіздік, немқұрайлылық еңсерудің интеллектуалдық ресурсы. Сондықтан Шыңғыс Қаған дәуірінің басқару тәжірибесін заманауи гуманистік құндылықтармен үйлестіре зерттеу бүгінгі қазақ қоғамы үшін өзекті ғылыми әрі қоғамдық міндет.